Бізде андай миф бар. Мгм. Бізде мұнай соншалықты көп. Мгм. Біз негізі арабтардың, эмираттағы шейхтар сияқты өмір сүруіміз керек, біз деген. Иә. Вот ең бір танымал сондай бір миф бар бізде. Содан бастасақ. Шынымен солай ма? Сонымен бастайық. Көбіміздің көкейінде жүрген не ғой негізі, аңыз әңгіме ғой, және неге біз Дубай секілді өмір сүрмейміз, арабтар шейх сияқты өмір сүрмейміз деп. Көбінесе оның сылтауы немесе жәндегі себебі ретінде айтады, Қазақстанның сыртқа теңізге деген тікелей байланыс жоқ. Біз мұнайымызды жәндегі көрші елдер арқылы сата аламыз. Лендлокд дейді жәндегі. Бізден кейін теңізге байланыс құру үшін бір мемлекетпен байланысымыз болу керек. Біз тәуелдіміз дейді соған. Екіншіден, Қазақстанның мұнайы қымбат дейді. Мысалы, араб елдерінде мұнай шығару 5-10 доллар болса, бір баррель мұнай шығаруға, Қазақстанда ол 40-50 доллар дейді. Араб елдерінен бәлкім 20 долларға дейін барады. Бірақ біздікі бәрібір де соған қарағанда 2-3 есе қымбат.